Сәлем достар, қалайсыңдар? Бүгінгі шоуда байлық пен жетістік Грант Ілеспек каналына қош келдіңіздер. Біз бастаймыз. Бір ауылда ерлер зайыптылар үйлерінің сыртында отырған үш қарияны көреді. Олар кетпей ұзақ уақыт отырғанын байқаған әйел сыртқа шығып, біз сіздерді танымаймыз, бірақ сіздерді ұзақ отырсыздар, қарныңыздарың ашып қалған шығар. Күйеуіміз екеуміз баршамызды үйімізге шақырамыз, ішке кіріп дәмнен ауыз тиіңіздер дейді. Бірақ олар біз үшеуміз бірге үйге кіре алмаймыз дейді. Не үшін деп себебін сұрағанда, қарттардың бірі мына қарияның аты Байлық. Егер ол үйіңізге кірсе, сіздің үйіңізде әрқашан байлыққа толы болады. Ал екінші қарияның аты Жетістік. Егер ол сіздермен бірге жүрсе, сіз кез келген бастаған ісіңізде әрқашан табысты боласыз. Ал мен махаббатпын. Егер мен сіздермен бірге барсам, үйлеріңіздің әрқашан махаббатқа толы болады. Содан кейін ол оған күйеумен ақылдасып, қайсымызды кіргізетіндіктеріңізді шештіңіздер дейді. Мұны естіген күйеуің қатты қуанып, Байлықты үйімізге шақырайық десе, әйел неге сәттілікті шақырмаймыз деп бір шешімге келе алмайды. Біраз сөйлескеннен кейін әйелі қарияға қайта келіп, қайсыларыңыз махаббатсыздар, кіріңіз, қонағымыз болыңыз дейді. Махаббат орнынан тұрып үйге қарай жүре бастаған еді. Қалғаны екеуі де орнынан тұрып, оның соңынан ерді. Сонда әйелі бірге кіре алмаймыз деп едіңіздер, бұл қалай болған дейді қарт. Егер сіздер байлықты немесе сәттілікті шақырғанда қалаған екеуі сыртта қалар еді. Бірақ сіздер махаббатты таңдадыңыздар, сондықтан біз бірге жүреміз дейді. Өмірде де дәл солай шын махаббаты бар жерде байлық пен табыстың қарасы алыс емес. Егер сіздің біздің арнамызға жазылмасаңыз, бізді енді ешқашан көрмейтін шығарсыз. Жазылған болсаңыз құттықтаймын. Сіз күн сайын ойыңыз дамып өсіп жатыр.